Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Мен қасымдағы шәкіртім Абылайхан Нұрланұлы екеуміз абайтанудан дәріс беріп келе жатырмыз. Былтырғы жылы Данал дариясы деген хабармен 10 шақты сұхбат бергенбіз. Енді биыл соны жалғастырайық. Биыл уже уақыт өтіп бара жатыр. Сол Данал дариясы деген бағдарымыз ол негізінен абайдың пәлсапасына байланысты. Абайдың дүние танымын тереңдеп, тәпсірлеп түсіндірмек біз енді, шамамыз келгенше. Соны бірінші сұхбатымыз енді осы Абайдың тастық деген үлкен сөзі, 38-ші қара сөз, соның төңірегінде болады ғой. Соның төңірегінде өткенде көрермендерге таныстыра кетейік міне. Сіздің жаңадан шыққан кітабыңыз. Осы кітап бойынша, осы кітапта шаңлық еңбегімен байланыстырып, осыны жазғансыз, осыны айтайық. Иә, осы біртіндеп айтып отырамыз. Бізде енді Абай ғылымы деп айтып жатады ғой. Осы Абайдың ғылымы деп айтамыз ба, әлде ілімі деп айтқан дұрыс па? Осы сұраққа дау болып жатады ғой. Осы сұрақта біраз не болып жатыр. Абайдың ғылымы дұрыс деп айтып жатырмыз. Дұрысы қайсы деген. Бұларда мәселе терминге тіреледі, Абылайхан. Термин деген ол өте маңызды. Ғылым деген термин бар. Ілім деген термин бар, білім деген термин бар. Оның үшеуі кішкене бөлектеу. Үш түрлі болады. Абайдың ғылымы деуге кішкене келіңкіремейді. Себебі ғылым ол Алланыкі. Осының барлық дүниенің, ғаламның, ұсақ дүниеден тауға шейін, құмырсқадан бәрі ғылыммен жасалған. Абай айтады, ғылым Алланың басты сипаты, ол хақиқат дейді. Сондықтан ғылым деген ол ақыл, қайрат, жүрек дауласқанда да төрелді кім айтады? Ғылымға айтады. Себебі ол Алланың ғылым, ол хақиқат. Ғылым деген сондай нәрсе. Ол әлгі Асан Омаровтың ғылымы, немесе Абылайхан сенің ғылымың бола алмайды. Ол кейде айтып қаламыз Абайдың ғылымы, бірақ негізінен бұларды ғылымнан кейін ілімді айту керек. Ілім деген ол жеке адамға персонализация жүреді. Ғылымның бір кішкентай кусогы, бір бөлшегі сенің салаң, сенің ашқан жаңалығың болады, ол сенің ілімің болады. Сол жолы соны шығарған. Сондықтан сол ғылымның бір бөлігі, авторы бар бөлігі ілім деп аталады. Misal үшін, Дарвин ілімі дейміз. Ол эволюция заңын ашты. Мұқым табиғат ол жай жатпай дамып отырады. Тірі жанды, тірі болмасын бәрі дами береді. Соны ашқан Дарвин дегенбіз. Одан кейін экономиканың заңдары бар. Экономиканың заңын капитал деген еңбегінде өзіміздің әулие көрген Маркс ашты. Оның Маркстың ілімі дейміз. Ілім себебі ол қайдан пайда келеді, қалай товар, қалай ақша жасалады, бәрін жазып кетті заңды. Сондықтан ілім деген осындай айта берсе көбіне батыстың философиясында да Канттың ілімі дейді, оның өзінің бір көзқарасы жүйемен жазған. Гегельдің ілімі, Шопенгауэрдің ілімі деп. Сондықтан бізде Абайдың ілімі десек, сол дұрыс болады. Сол дұрыс болады. Абайдың ілімі. Ал Абайда қайғы шығар ілімнен дейді ғой, ыза шығар білімнен дейді. Қайғы мен ыза қысқан соң зар шығар тілінен дейді. Осы қандай туралы айтты? Осы мағынасы, осы бірақ жұмақ айтқанда осыларды ілімді Абай пайдаланып отыр. Қайғы шығара ілімнен дейтіні ол 19 ғасырда Еуропа қатты дамып жаңа ілім шығарып жатыр бәрі. Орыстар да бар осы. Қазақта ілім жасаған бір қазақ жоқ ол кезде. Кәне ілімің десе жоқ. Ілімнің бәрі Еуропа қарап қалдық. Батыста, бұрын орта ғасырда болған ілім бізде. Ибн Синаның ілімі, Фарабин дейміз басқа. Одан кейін әрине қайғы шығады. Ілім жоқ болғаннан кейін. Ілім жасаған кісі жоқ болғаннан кейін. Маңайындағы ортасындағы жастарға қарайды, ешкім талпынып, ілім жасамақ түгіл жай әлгі сауаттылықтың өзі шамалы болып қалды. Әріп те білмейді. Мұсылманшаға оқыған, былай зайырлық не жоқ білім болмай қалды. Сондықтан қайғы шығара ілімнен деп отырғаны Абай атамыздың. Ілім жаңағы нақты ғылымның шұғылданған кісі айтып отыр жоқ. Ыза шығар білімнен дейтіні, ол білім деген ол жан жақтың бәрі ақпарат. Сен
біліп отырсың, Европа дамып бара жатыр, мына жақта Япония, ол да Қытай екеуі жұмыс істеп жатыр. Сен біліп отырсың, білім бол. Соңы ыза боласың. Неге тағы да жаңа бізде неге білім жоқ? Біз одан кембіз бе? Соның айтады. Сол ыза мен қайғы қысқан соң, зар шығады тілімнен деп. Бәрі қайғысы Абайдың, қазақтың ұлт болып төмендеп қалғаны. Басқа ұлттармен салыстырғанда теңесе алмай қалды. Барлық ұйқысын қашырған, қамықтырған осы мәселе. Соны айтып отыр. Сондықтан ілім жасауға ұмтылу керек. Бізде үлкен ғалымдар болу керек, олардың ілімдері болу керек. Тағы қандай сұрақ қоямыз? Бізде мына одан кейін мақсат мен мақсат туралы. Қазір мақсат дейді ғой. Қазір қазақ әдебиетін қарап отырсақ, мақсат пен мақсатты айыра алмай қалдық. Бірге кетіп жатады. Мақсат деген ол адамның өмірінде бір ақырет, екі ақырет қояды, ең жоғарғы биікке шығу. Мақсат деген миссия деп айтса болады ма? Иә, миссия ол, миссия. Ол сен әдебиетші боламын деп кішкентай кезде ұмтылсаң, әдебиетші болсаң, сенің мақсатың сол. Әдебиетші ол мақсат емес. Ол мақсат. А мақсат деген ол өзгеріп жататын дүниеге байланысты нәрсе. Сен бірінші мақсат қойдың, үйленем дедің, үйлендің. Одан кейін екі этажды үй салғың келді, мақсат. Онда бітір, оны диплом алдың. Мақсат деген өсе береді, бола береді. Одан кейін немерені өсіру керек, бәрі мақсат. Мақсат деген ол мына дүние тіршілікке байланып қалғанда көне материалдық нәрсе, өзгеріп жатады, қолып жатады. Мақсат ол ана жан әлеміне негізіне байланысты. Ол жаннан шығамын сонда мақсат? Жаннан шығады. Ол себебі сен өміріңнің мағынасы ол. Бір ақырет мақсат қыласың сен. Сен сол мақсатты қоя білу керек. Мақсатты әркім қоя алмайды. Мақсатты қояды. Мақсатты қоя алмайды. Мақсат. Қазіргі кезде сол мақсат миссия табуға байланысты көп әлеуметтік желілерде айтып жатыр да, осы мақсат миссиясын табу мысалы. Иә, миссия деген үлкен шаруа ғой. Ол жан қалауы деген сияқты. Абай атамыз өлеңді айтпай ма? Мақсат алыс, өмір шақ дейді. Себебі мақсат, ол кісі үлкен мақсат қойған, Алла тағаланың хақиқатына жету, дидарына жақындау, үлкен мақсат ол. Ал мақсатым тіл тартып өнер шашпақ деген. Иә, ол төменгі мақсат ол. Ол ағартушылық мақсат. Ағартушылық, ол төменгі бірінші қабат, ол да керек. Жастарды үйрету, ұстаздық қылу. Ал енді өзінің жеке биік мақсаты, ол рухани ұстаз болу болған. Соған айтты, сондай мақсатты қойдым дейді, қойын, Алла тағалаға жету. Бірақ оған өмір уже, елуге келді, енді 60-ға келеді. Өмір аз деп тұр. Өмір аз деп, жете алмай қаласың. Расында да солай. Ол хакім болу, әулие болу, ол мың емес, миллионнан біреудің ғана қолында. Өте қиын шаруа. Енді бұл сонда мақсатты адам қалай анықтайды қазір енді? Мақсатты анықтау үшін ол адам рухани дамыған адам болу керек. Сол мақсатты қоя білу, ол қиын. Тіпті мақсаттың өзі екі түрлі болды. Мақсаттың өзі эгоистік мақсат деген бар. Жаңағы сенің өзіңе қатысты. Жеке басым. Жеке өзіңе айбат тема алып, өзің бір сыйлы абыройлы адам болып жүру үшін ол сенің эгоистік мақсатың. Эгоистік. Азаматтық мақсат деген бар. Азаматтық мақсат деген мен мына өмірімді қалай да бір қоғамға пайда келтірейін деген сондай бір қайраткер болып адам қалыптасады. Характер болады. Әлихан, Бөкейхан, мына алашарыстар қандай? Ахмет Байтұрсынов. Оларда жеке мақсат болған жоқ, эгоистік. Бәрінің мақсаты қоғамдық азаматтық мақсат болды. Ол мүлде бөлек әңгіме. Ал сол мақсатты қоя білу, қандай биікті дұрыс мақсат, ол оған білім керек, жаңа не? Таным керек. Таным керек, рухани не керек? Рухани білім керек. Рухани білім керек. Енді бізден Абайдың ғылымды жүйелеуі дейді ғой, сонда қалай жүйелеген осы ғылымды жүйелеу? Абай атамыз осыны көп ойланып жүйелеген, ғылымды жүйелеу ештеңеге шықпайды жалпы. Ғылымнан көп нәрсе жоқ, қазір жүздеген сала бар. Оны жүйелеу керек. Оны Аристотель де жүйелеген кезінде. Одан кейін Фараби жүйелеген өзінше. Одан кейін мен олардың жүйелеген Абаймен салыстырдым. Ана кісілердікі, алдыңғылардікі теріс емес. Бірақ олар көбірек қамтуға тырысқан. Сол кезде ғылымдар, астрономия, математика бәрін қамтыған. Абайды бәрін түгел қамтайын демеген. Абай негізгі үш нәрсені негізге алған. Алла тағала, одан кейін адам, одан кейін мына дүние, жарық дүние. Осы үш нәрсені қалған ғылымның бәрі осы үшеуіне кіреді. Осы үшеуі бар жерде ғылым түгел.
осы шуынан кішкене хабарың болса, толық демей ақ қояйық. Онда сен адам боласың дейді. Сонда адам болады деп Хабарың болса. үміт етуге болады дейді осы үшін. Шуынан хабарың болмаса, ол қиянатшыққа салынады дейді ол. Одан кейін ол жарым адам жарым молда болып шығады дейді. Басында айтады. Яғни ғылымда абай жүйелігін осылай жүйелеген. Бұны не деуге болады? Методикалық тәсіл бар ғой. Астынан үстіне қарай, үстінен астына қарай. Иә. Не деуші еді? Қазір. Мұттым соны, иә. Сондай тәсіл бұл кісінікі үстінен төмен қарайды классификациясы үйдеді. Сонда үш танымақ деген Абай атамыздың қара сөзінде жазған. Бұл ғылымды классификациялау және бұл ең, мен ойлаймын, ең өзгермейтін және ең дұрыс ақиқат үш танымақ деген. Осы үшеуінің төртінші жоқ. Алла тағала, адам, дүние. Осылай классификациялайды, осылай таратады әрі қарай. Алла деген немен екен түгел. Одан кейін адам кәмелет деген немене түгел жеттік. Одан кейін дүние ғылымы керек пе, керек емес пе, ол не үшін керек? Соны айтады. Ең соңында жақсы мен жамандық айырмақылық дейді. Жаңағы шуынан шығатын нәтиже, сен жақсы мен жаманды айыратын санаң сондайға жету керек. Айтпыз, немене көрдің сені? Шуның қандай пайда? Пайда сол сен айыратын боласың. Шәкәрім атамыз анық ешкім тапқан жоқ, іздемей қарап жатқан жоқ дейді ғой. Сонда ол көп жерде мысалы ғалымдар қазіргі кезде айтып жатыр ғой, әртүрлі нәрселер, миссияға байланысты, мақсат, адамның өмірі, жан қалау деген сияқты. Бұның бәрін мысалы сонда осындай хакім әулиелердің сөздерінен алады ғой негізі көбе. Шәкәрімнің анық деп отырғанымен, Абайдың танымақ деп отырғаны, түбірлеп бергенде жақын туыстар. Енді бір ұғым деуге де болады. Анық сөзімен танымақ, Абайдың атауын танымақ. Абайдың жаңа үш танымақ дегенімізді үш анық деуге де болады, қате емес. Үш анық деген, бірінші Алланың бары анық, екінші адамның болмысы, яғни оның жаны өлмейтіні анық. Үшінші, мына дүниенің барлығы анық. Көріп отырмыз ғой. Ауа бар, су бар, дүние бар. Осы үш анық деп Шәкәрім айтса, Абай үш танымақ деп. Екеуінің айтып отырған, қойып отырған мәселесі біреу болып тұр. Тұтас ғаламды тану, бөлмей, жармай. Осы үшеуіне байланысты. Үш аныққа. Сонда әр хакімдердің несі бар ғой, методологиясы әртүрлі бола ма, негізі бір-біріне ұқсас келеді, Жоқ, хакімдердікі ол ұқсас болады. Олар рухани биікке шыққаннан кейін барлық жерде ұқсас болады. Ал ғалымдардікі ұқсас болмайды. Ғалымдар ана таудың етегінде болғандықтан, олар жоғарыны түгел көре алмайды да, әркім өзінің бір кусок несін дәлелдеп шығады. Мына былай деп жүйе жасайды. Олардікі бөлек болады да, айналып келгенде діннің содан шығады. Діндердің не көп болатыны? Олар тауға шығатын жолды көреді, әркім әр жақтан өзінің жолымен шығады да, соны дін қылып алады, дін сияқты. Діннің имандылығы негізі ол бір, ол өзгермейді. Махаббат, әділеттілік, имандылық ол қай дінде болмасын, ішкі несі бір болады. Ішкі өзегі, дәні бір. Ал форма жағынан бөліктеніп кететіні, жаңағы дінді әулиелер жасамайды, дінді жасайтын ол ғалымдар, имамдар, дін ұстар. Олар да осал ғалымдар емес. Олар нағыз тақуа адамдар, имамдар. Бірақ олар сол жергілікті жағдайды ескереді. Барлықты ескергенде ол дін болып қалыптасады. Кейін дінісі. Абай атамыз еді, құдайысын, дінісін айыра алмас дейді. Екеуі бірде ойлайды көбі дейді. Жақсылық, жамандықпен оған бір бастық осында бірдей деп тұр ма сонда? Иә, жақсы мен жамандықты айыра алмайды. Ол білім жоқ ондай жастар. Одан кейін ол сол адам құдайысын, дінісінен де айыра алмайды. Себебі мынау дін десең, оған құдайысы сияқты болып көрінеді. Құдайысын айтсаң, ол дінісі деп оғады. Дінісі ол адамның ісі. Адам, жаңа айтып, имамдар шығарды, мықты әулиелер кірісті, дінді жасап шығарады. Пайғамбар бастады, соны анадар аяқтайды. Мәзхаб шығарады, түгел енді, дінге не керек, соның бәрі. Ол Құдайдың ісі емес дін жаңағы. Мұны жергілікті адамдардың өзінің ақылымен бүкіл қоғамды тәрбиелеп, тәртіпке келтіру үшін
жазған ереже бітті. Жол, Иә, жол. Құдай ise ол кішкентай ереже жазбаған. Құдай бірақ ереже жазған, махаббат әділет деген. Махаббат әділет. Осы хақ жол осы деп. Абайдана күллі тәнмен қылған ғибадат махаббат пен ғаділетті бермейді дейді ғой. Иә. Сонда ол мысалы ешқандай ритуал, тағат ол сол жасағанмен ол әділет пен махаббатқа жеткізбейді деп тұр ғой. Жетпейді, олар күзетшілер дейді. Олар керек емес емес, ол керек. Бірақ сен алдымен ішінде махаббат пен әділет тұрсын, одан кейін олар күзетіп тұрады соны. Ал дегенде анау ішінде жаңағы махаббат пен әділет болмағаннан ол неменеге күзетіп тұр? Жеміс бермейтін сол. Татым жеміс бермейді. Олдан зиян жоқ. Ол ана күзеткені ол да жақсы. Бірақ сыртымен жүрсе де. татымды жоқ. Анау ішкіден. Адам сонда кемелденбейді ғой. Кемелденбей қалады. Сол бір орында тұрып қаласың. Абай айтып отырған кемелдік ол ішкі дүниемен айналады. Үнемі алданың жаңағы сын ойлаумен. Тафаккару дейді. Тафаккару мен өсесің. Тафаккару болмаса ол әдетке айналып кетеді, привычка әдетке. Одан орындала береді, ол адам таза жақсы жүреді, бірақ ол өсу, рухани кемелдік болмайды. Енді мына үш танымақты Абайдың төлілімі деп айтыламыз ба, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой. Иә, мен бұны осымен көп шұғылданып, көп іздендім. Себебі кез келген адам айтады, ой, ол Абайдан бұрын да белгілі, оны кім білмейді. Алла, адам, дүние белгілі нәрсе. Ол белгілі нәрсе, ол неге Абай деп отырсыңдар дейді. Басқаларды айтты деуді мүмкін. Солай дейді, ол анау 11 ғасыр тіпті анау Аристотель, Платонның кезінде де айтылған дейді. Рас айтылған. Бірақ Абай оны түбіне дейін жеткізіп, неге солай екенін түсіндіріп, одан кейін сол жаңағы үш нәрседен адамның үш қасиетін алып, әйтпесе біз толық адам үш қасиеті дейміз. Неге төртеу, неге бесеу емес? Және ол қайдан алды? Ана мұсылман Ғазалидің кәміл адам деген теориясы бар. Онда айтылмаған, үшеуі қайдан келді? Түсініксіз. Жалпы білім берген. Барған, міне осындай үш қасиеті бар. Осы кәміл адам болды. Ғазалидің Ихия деген шығармасы ғой негізі. Онда айтылмаған. Абайдың Абай болып отырғаны сол ана үш танымақтан айырылмай, соны ширатып әкеп, міне адамның үш қасиеті, біздің әлгі толық адам дейміз, немесе есті адам дейміз. Сол мынадан шығып отыр. Құдайға ұқсамақтықтан деп дәлелдеп. Және оны өмірде сонымен жүру үшін. Солай. Пайдасын көру үшін. Иә, ақиқат ретінде жазып түсіндіріп бергендіктен ол әлемдік ғылым болып тұр, оның айтқаны қазір. Себебі ондай Абай сияқты айтқан кісі жоқ. Кәне, егер де бір католик біреу айтса, немесе анау буддизмнен біреу айтса, біз айтар, мен айтқан, Конфуций айтқан жоқ. Мен осыған көп уақытымды кетірдім. Батыс философиясы енді ол түсінікті, олар айта алмайды. Олар ақылмен ізденді. Алла тағалаға сипатына, Алла бар деді, Құдай бар деді, болды, сипатына жете алмады. Себебі батыс философиясы ол ғылым, мына материалдық ғылыммен байланысты нәрсе, байланған, қоғамға байланған олар. Содан кейін шыға алмады олар. Абай сонда былай еркін көсіліп жазған ғой, Абайдың жазғансы соңғы 1898 жылдан кейін біраз оңашаланады. Өзі жаңа ауру пайда болады, давление высокое. Сол кезде бұл кісі осы жұмысқа кетеді, осы тасық жазуға. Сол кезде кім айтады, арқам айтады, күндіз отырмайтын, түнде отырып шамды жағып, сол түнде жазатын дейді, осы еңбегін. Сонда түнде жазғанда ол кісі біраз жазады, ұйықтап қалады, қайтадан атып тұрып жаза қояды. Бұл немене? Бұл аян алып деген сияқты қазір заманда. Ол кітап оқып отырған жоқ. Гегельде мұнай жазған екен. Кітабын соны жаңағы бұл кезде кітап жүрмейді. Бұл кезде Абайдың ана жетілген кезі, бұл кезде тек үстін алады неден. Мұсылманда илхам дейді оны. Прямо көріпкел адамдарды алады, кейде жай адамдарда да болады. Анау 100 шақырым жерде бір ұрланған мал тұр деп, немесе бір жерде аурудың мынандай емі бар деп айтып қалуы мүмкін. Ал мына Абайдық ондай саналы түрде Алламен байланысып каналдан алып отырған. Мына тезисті жаз, одан кейін мына тезисті жаз дегендей. Енді оларға екеуміз сөйлесіп отырғандай емес, ол өте нәзік нәрсе. Бірақ солай түскендіктен бұл әлемдік деңгейдегі болып тұр. Мұнда қате жоқ. Айтқаның бәрі жаңағындай жаңалық. Сондықтан мен айтамын, немене, үш танымақ Абайдың төлелімі деп отырғаным
менің сол жағына дәлелім бар. Құрғаны абай қазақ болғаннан кейін немесе абай қазақтың ұлы ұстазы болғаннан кейін солай айтайық деген жарамайды, ол ғылымға жарамайды. Егер де біздің еңбегіміз қазір түріктер, арабтар аударып әрі тексерсе, біз одан қорықпаймыз. Айтсын, мына абайдан бұрын мынаны айтты деп тауып тұрсың, мен онда айтар едім. Кешіріңіздер, мен білмей қалдым. Жоқ, онда мен біліп отырмын, жоқ. Газалиді қарадық, Фарабиді қарадық. Мен де Газалиді қарадым, сонда онда да бар екен, бірақ абайдікі сәл методология басқа да екен. Тереңдеу абайдікі. Газали көбінесе исламның шеңберінде айтады. Шеңберінде айтады. Газалидікі де мықты айтылған, бірақ оның сол ислам шеңберде ол кісінің мақсаты басқалау болған, хақиқаттың өзіне жету емес. Мына ислам әлемін біріктіріп, сондай жағдаймен жазылған. Өзі ұстаз болған адам бұл, имам адам өмір бойы. Абайда еркіндік, еркін ойлау бар. Бұл шариғатқа да, дінге де бәріне жалпы қарайды, айтады ғой, 4 кітапты ұсталады дейді. Ол 4-інде де бірдей қарап отыр. Тек Құранды ғана дұрыс, анадарды қате деп айтпайды абай. Потому что себебі қасиетті кітап болмасын, оның өзегі бір. Ол кейіннен әлгі қате бұрмаланған жер андай болуы мүмкін бұл. Жалпы Алланың әмірі жаңа махаббат пен әділеттің маңайында болғандықтан, ғаламның бірлігін айтқандықтан, абай соны ұғып алғанда, соны бізге жеткізіп отыр. Сонда махаббат пен әділетке қалай жетеді адам сонда? Ол былай, ол адам деген ол өзіне солай тәрбиелеу керек. Адам түсі дейді ғой абай. Алланың хикметі сөз дейді. Одан басқа не қызық бар өмірде? Өмірде мағынасы сол дейді. Ол бірден бола қалмайды. Абайдың өзі де ашу шаң болған, атқамінер болған, көп қателескен пенделік өмір сүрді. Бірақ өзінің Алла берген зеректігі қуатымен соны жақындай берді шындыққа. Түпкі ақиқат немен еді? Сол іздеп отыр ғой. Соны тапты. Соны бізге айтып отыр. Ол екі қағидат, махаббат, әділет. Егер екеуінің біреуін тек әділет қана десек, тоже қателесеміз. Әділет жалғыз жүрмейді. Екеуі махаббат, екеуі егіз жүру керек. Әділет қана болмайды, тек махаббат қана деуге болады. Ол да мәселені шешпейді. Ол да шешпейді махаббат. Құр махаббатпен ол дүние өзгермейді. Тартыс бар ғой, талас бар ғой. Махаббат, әділет екеуі егіз, толық. Адамның жолы. Адамның жолы, басқа не жоқ, басқа заң жоқ. Мысалы, жеке адамға келгенде енді әділетті біреулер болуы мүмкін ғой, әділдік сүйетін адамдар, бірақ енді қоғамда әділетсіздіктер көп қой, мысалы. Оның себебі айтып отырмыз, ол біз әділетті сақтаймыз дейміз, әділет министерство бар, әділет дейміз, ал оған көбіне махаббат жетпей жатады. Махаббатты бірге айтпаймыз. Махаббат деген немен? Ол махаббаттен Құдайды тану. Құдай бар десең, сен махаббат деген бар деп ұққаның. Құдайды сен білмей махаббат айтсаң, ол жай ғана ауызбен айтқан махаббат. Саған жетпейді ол. Сондықтан абайдың Алла тағаланы танымақтан бастап тұрған сол. Мәселе түп барлық махаббаттың түпі, анасы Аллаға тарап жатыр. Біздің жанымыз да сол Алла жақтан келген. Алла жанын бізге берді, өзі жанын өзі алады дейді ғой қазақ. Сондықтан бұл арада үлкен философиялық мәселе. Енді бүгінгі сабағымызды осымен қорытындыласақ болады сияқты. Төрт сұрақ болды ма бүгін? Иә, келесі жолы біз осы жаңағы танымақтың әрбіріне жеке кіреміз. Алла тағаланы танымақты абай қалай айтып отыр, не үшін айтып отыр? Одан кейін жаңағы адамның болмысы, ондағанда жеке-жеке үшеу ме, төртеу ме сұхбат болуға тиіс. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Көрермен қауым, бұл абайдың фәлсапасы оңай емес, ауыр шаруа. Соны шамамыз келгенше айтып жатырмыз. Аман есен болайық.